атеистерің, мынау тәңіршілдерің мысалы адам атаға сенбейді да. Мысалы Шәке, сіз өзіңіз сенесіз бе адам атаға? Адам ата болғанға сенесіз бе өзіңіз? Адам атаны физиологиялық тұрғыдан айтатын болсақ, яғни бір адам деген бірінші адам баласы келіншек екеуі жердің бетіне былай келді. Сөйтіп одан Қабыл Хабіл деген екі баласы туылды, одан екі қыз туылды, сөйтіп екі бала мен екі қызды үйлендіріп, одан адамзаттың бәрі тарап кетті деген нәрсені мен өз басым қазақ ретінде негізі қабылдамаймын. Бірақ ол қабылдамайтынымды жұрттарға айтып, сен осындай екенсің ғой, ұл мен қыз ағайындарды үйлендіріп барып туғаннан тарадың ба не деп біреуді кекетіп, мұқатып ондай нәрсе жасамаймын. Менің өзімнің ойымша, менің өзімнің жеке былай түп саналық бір ойымша, бұл адамдар дегендер бір көктен түсті ма, бір андай корабльдермен ше, бір корабль дей берейікші енді біздің ұғымымызда да, немесе судың астынан шықты ма, сондай бір талпа тобымен бүйтіп кәдімгідей осылай бүйтіп шыққан сияқты болып өзім солай елестетемін. Ол да мен жеке ойым. Оны мен біреуге үйт бүйт деп айтамаймын, оны қабылда деп та. Ал енді мен адам ата деген бірақ тарихта бір үлкен данышпан тұлға болған деп ойлаймын. Және сол кісінің үлгісімен адамдар, мына біз қазақтар адамгершілік, адам болып алам, адами жолмен жүр, адамша әрекет жаса, адамша ойла деп айтқан нәрседе мен ойлаймын бір адам ата деген кісі, бір бізде әулиелер бар ғой, мысалы Бекет ата, Сексек баба, Қамбар ата деген сияқты бір үлкен персонаждар бар біздің қазақтың өзінің рухани дүниесінде. Менің ойымша адам ата деген сондай бір рухани тұлға деп ойлаймын. Бірақ сол адам атадан бүкіл адамзат тарады, оның қызы мен ұлы бір-біріне үйленді деген нәрсе мына жағыма сәл кіріңкіремейді, енді ашығын айтайын.